Чотам Айшоқ қайға келіп жатсың яқта? Шақтада біздің құпия үйіміз жоқ сияқты еді ғой. Я болды, не болды? Жарты сағат болды ғой сөйлемегеніңе. Я аузың ауырып жатыр ма? Қаяққа? Жынды ма мынау? Айшоқ қаяққа тастап кеттің мен, жынды оқып қалған ба? Тупик қой мына аяғы. Айшоқ, ойнама деймін Айшоқ. Ешат? Сен қаладан келдің ба? Өлі қаладан келдің ба не сен? Енді? Сөйлесен ше. Қайға кетіп баратсың? Прикол ұстап тұрсың, қорқатын білесіңдер ғой мен шақтадан. Қолыма хотя жарық сияқты ма? Дейлен қайға... Ермұхан? Чё там, Ренат, қалай жағдай? Айшоқпен келген сияқтымын ғой, сен не істеп жүрсің яқта? Неқа Дейлен кетті ғой, Дишатты көрмедің ба? Маш олар қаладағы, қайдан көріп жүрсің сен? Не болып түсін ба, өңім ба? Сен адасып жүрген сияқтысың ғой жақта? Мен Айшоққа бағана айттым, мен шақтадан қорқам мен деп. Сонда да алып кетті, білмеймін ғой, екеуі жоқ болып кетті ғой. Екеуі болғанда Дейлен вообще қалада еді ғой. Сен не істеп жүрсің ба сен аяқта? Сен ютуб қаусы жатыр едің ғой. Құмаш, мен всегда осы жерде болдым ғой. Сен бағана айтып отыр едің ғой, шахтаға түсем, адасып кеттім бірдеңе деп аттың ғой сен. Айшоқ тастап кетті ғой, мен білмеймін ғой. Неқа Дейлен түскен сияқты сен де қаяқтан пайда болдың, адасып кеттің. Жүрші ютуб қауысқа шығатын жер қаяқта? Мен білем, жүрсей, артынан жүр. Точно мен қолыма ол жерді білем мен. Сен қанша болды шахтада жүргенің уже? Точно, Ермұхан, точно сен ба мынау? Қайдағы сен? Қаяққа баратсың, мен астыға түсіп бара тұрып қой. Осы жерге, мына жерге тұра бер. Тұр. Осы жерден қай екеуміз бірге секіреміз ғой. Түсеміз ба? Суға секірсең орала алмайды, суға секірсең орала алмайсың. Оны білем, мен де Майнкрафт ойнап жүрген шығар. Ермұхан? Қаяқтасың? Сен кімсің, Айбай, жоқ. Тиіспе. Жүрегім полный денем тітіркеніп кетті ғой мына түссене. Не болды түсімде? Шүкір, өңім болмағанына шүкір, хотя бы түсім болғанына. Ал дала әлі түн екен ғой, ё-моё. Хотя бы азайында оянам көреді жарық бар кезде. Ё-моё. Айшоқтың бөлмесі. Айшоқ, қаяқтасың? Айшоқ жоқ қой, Айшоқ. Не компьютер ойнап отыр ма? Ершаттың комнатасындар ма? Шығыңдар. Ершатта жоқ қой аяқта. Ё-моё, не болып отыр? Кім бар өзі үйде? Хотя бы үйде біреу болса көне. Селдейдің бірақ болмағанына көп болды ғой. Хотя бы Ермұхан бар шығар. Шүкір, Ермұхан отыр екен. Ермұхан? Не істеп отырсың? Ермұхан? Жода, бригад, наушниктар. Наушник естілмей тұр ғой. Ершат пен Айшоқ қаяқта? Білмеймін, мен бағана кеште үш түн болып кетті ғой, кеште монтаж бастадым, содан кейін олардың қайда екенін білмеймін мен. Саған айтпадым ештеңе. ютуб хаусы деді олар. Туристер ютуб хаусы деп тұр, бірақ білмеймін енді. Жоқ, олар қалаға кеттім деді, бағана айтпақшы. Мен мына жерде бірдеңе деп бөлмеге кіріп бірдеңе айтып кетіп еді, қала туралы. Сол қалаға кеттік қой мен екеуі. Точно айтты ма? Қалаға кеттік деп бүгін қалаға кететін туралы айтпады. Вообще так олар екеуінің де машинасы бұзылып қалып еді ғой, Ершаттың машинасы тұрған енді. Индрайвермен жалдап кетті олар. Индрайвер келмейді ғой, қашан? 2 ай болды ғой біздің ауылда индрайвер өшіп тағал. Прикинь, қосқан ғой деп бағана ана жерде логотип сол индрайв дегенді көріп едім, бағана көрдім, бірақ ол кезде уж түн болып кетті. Сен неғып ұйықтамағансың? Жүрші, мен оянып кеттім, жаңа ұйықтап жатқам, оянып кеттім. Жаман түс көрдім, Ермұхан, сенесің ба? Қандай түс? Оны айтып бере алмаймын ше. Бірақ анан көзім боғы деген білесің. Анан, ёптыгадық ма? Есік ашып тұрған Ермұхан? Жаман түс көрген кезде бүйтіп шошытпаңдаршы. Түсімде сен паразит болып шабуылдады. Қойшы айтпаймын. Қорқам мен ана түсті ше уже. Менен қорқып неғып жақындамай тұрсың сен? Қасымнан шықпашы менің. Қорқып жатырмын. Мам кесіппеші. Мен травма алып қалдым түсімнен. Қолыңа не пішінейім тұрғанда 2 ай болды қуасың ба? Жалпы бізде продукты дейтін дүние бар ма еді? Алдында Айшоқ әкеп қоямын деп еді. Ёптыгедік. Тас жоқ қой мына үйде, Зәулім үйіңді болғанға дейін жетін тасың болмаса. Сен андай ғой, сен короче бар ғой, сен қатты шаршағансың ғой. Қатты шаршағаннан кейін сен қатты может быть, соңғы кезде көп видео түсіріп кеттік қой ютубқа.
содан ау деймін. Шаршағаннан ғой деймін. Жүр, Может кетсін. далаға шығып таза ауыз жұтып қайтамыз. Жоқ, сол екеуміздің ойымыз бір жыл. Мына Ершаттың машинасы қайсы жерге кетіпті? Тұра Жоқ. мен бағана қарадым ше мен, мына былайынан астынан несі кетіп қалды деп еді сол. Мына несі катушкасын ауыстыру керек екен. Соған айтпақшы сол үшін кетті ғой екеуі қалаға. Сол катушканы запчасть іздеу керек. Білмеймін ше, индрайвер ауылға келмейтін, білмеймін мен. Сөйтіп естігем. Қанша уақыт болды ауылға индрайвер келмегелі. Қайдағы индрайвер дейсің, бізге Яндекс, Uber, тағандай не бар, ана Апару деген таксилардың бәрі келіп отыр ғой бізге. Ершат, Ершат деппін ғой. Так, өлә, мердің үйіне екеуің неғып тұрсыңдар, Қалайсың, Ринат? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Ринат, мерді көрмедің ба? Бағана Дейли мен Айшақ кеп кетіп еді бізге. Дейли мен Айшақ кеп кетті? Не деп кеп кетті? Білмеймін. Қоштасып кетті ғой төр. В смысле қоштасып кетті, жынсыңдар ма? Ермахан естіп тұрсың ба? Не айтып тұрсыңдар? Құмандаш қалай қоштасып кетті? Білмеймін. Әйтеуір, өлердегідей сөздерді айтып кетті ғой, қайтан көрмейді адам құсап. Қуасыңдар. Айттым бергеш, олар қалаға кетпеген айтып тұрмын ғой. Или пранк ұстап жүр ма? Ё-моё, мен шошайын дедім ау. Түнде не бірақ? Ана үйлерінде жатқан жоқ па біздерге прикол ұстап қойып, екеумізді қалдырып қойып. Мен қараңғыдан қорқам, білесіңдер ғой. Ершаттың үйінде. Сен неғып жүрсің? Ринат, привет. Мен Ершаттың үйіне қондым ғой бүгін. Қонып атқаныңды біліп тұрық, не үйің жоқ па? Кет бар үйі. Құры. Ершат маған бұны мұрағып қалдырып кеткен, білесің ба? Құры именно саған мұрағып қалдырмайын жүр. Қалдырса бізге... Не қылдың ананы? Ана өліп қалды ғой. Не қылдың? Жүрш. Ешкім жетелді өліп. Саған точно ештеңе айтып қалды ма? Жетелді. Қалайсың? Сен сонда оған дейін ұйықтағанға дейін саған келіп ескертпедің ба сонда? Маған ешкім ескерткен жоқ, мен білесің ғой, сәл бір бәле болса оянып кететінімді білмеймін. Маған келіп ешкім ескерткен жоқ, соны білем әйтеуір. Таза екенсің ғой сен. Сен бірақ ше түсімде злодей болдың, білесің ба? Қоймай, мен ешқандай злодей емеспін ғой мен, білесің ғой мен. Боқты онда. Жүрегің өрден адам ғой мен. Ұйықтай онда, Ермұхан. Сен не жұмыс істеп жатсың ба? Негізі рендерге қойып қойдым уже ұйықтай беруге. Болды онда, ұйықтай азанда тұрайық. Ертең тірліктер істеу керек, ё-моё. Ноутбук жауып қояйық. Ё-моё, күн түсіп кетті ғой. Бей. Ойбай, белімнен сыз өтіп кеткен ба? Мен неғып жерде жатырмын? Төсек кешетінде, төсекке ұйықтаған сияқты. Осы аунауды қою керек еді. Наконец-то таң атыпты ғой. Кешегі түндегі түсімнен кейін мен что-то қорқып жүрмін әлі де ше. Мен бүгін істейтін тірліктер бар. Ермұханды оятайын барып. Сен уже оянып алғансың ба сен? Менен кейін ұйықтап, еще менен бірінші тұрып алдым. Тұр. Бүгін андай таңғы эфирде, бүгін кім келген білесің ба? Қалауым ма? Сол қарап отқан. Қалауымға компот шақырған бірей. Қоймашы. Көресің ба? Жоғай керемес, кеттік. Тірліктер тісік. Ана. Тұра тұрасың. Көзінсада не алды? Сен не көзге деп алсек? Қай көзіме? Бірақ көзім бар ғой мен. Сол оң көзіңе не болған? Жында менің бір жарты бетін темір ғой. Ермұхан, Кузнецадан мотыгаларды ала бір грядканы сен, бір грядканы мен кезек-кезек жинаймыз. Анақта жетелдер неғып жиналып тұр? Бүгін грядка кезекте сен едің ғой? Енді көмектесетін шығарсың, мен кеше стресс алып сәл ауырып қалдым ғой енді. Жетелдер, чотам? Не жиын болып отыр мынақта? Ринат, в общем, әңгіменің қысқасы, кеше түнде жетелді біреу өлтіріп кетіпті. Қандай жетелді айтып тұрсыңдар? Үстіне жасыл киім киіп алған, Дейлиннің үйіне қонған жетел екен ол. Жетелдер, ол негізі былай болған дегенде білмеймін мен. Біз кеше түнде мердің үй жағына бардық та, содан кейін қайттық қой. Ринат, Ермұхан екеуі кеше түнде жүредіңдер ғой? Жүредіңдер ғой, болғанда. Қуасың ба еді? Адам өлтірді деп пен бізді? Қай жетел өтір, ана сен кеше ана. Кеше ана, мен байқамай буындырып қойған жетел ше? Ол өлмеді ғой, талып қалды ол. Талып қалып бет точно? Олар өлді деп тұр ғой. Талып қалғанда өліп қалғанмен шатасып тұрған шығар? Жоқ. Жеги, нақтысын айтыңдаршы, талып қалған ба или өліп қалған ба? Өліп қалған. Жаңа жердің астына қазып есептсаны уже апарып тастадық. Ош. Қуады екен ғой, бірінші тексере алмайсыздар ма сендер?
Ей. Шын дегенсіңдер ғой. Сен кімді ақымақ қылып тұрсың, Ермұхан? Құр кет. Болды, жетел, ашулама. Ой, қойшы. Тиіспеші. Жарайды, жеге, ошым, шешеміз мәселені. Біз бірінші жұмыстарымызды бітіріп алайық. Ё-моё, Ермұхан. Кеше точно талдырып тастап едік. Я талып қалды ғой ол. Өлсе деген ондай. Там бағы теге берші. Бір басқаша бір керек, басқаша бір деген болу керек еді. Давай, істе давай. Так, ошым. Так, видео қосайыншы болмаса мен. Хей, бәріңе сәлем достар. Сендермен бірге бұл мен Ринат. Қалайсыңдар достар? Мен бүгін әдеттегідей андай хей деп сөйлеп тұрған жоқ достар. Мен жетелді байқамай пайды өлтірмедім ше? Білмеймін мен достар, мен что-то екі ойлы болып жүрмін. Достар, айтпақшы, еще Ермұханды білмейді, мен түсімді айтқан жоқпын Ермұханға әлі. Достар, мен жаман түс көрдім. Өте жаман түс көрдім. Шошынатындай түс көрдім. Жинасай тесіз. Мен жинап қойдым уже. Жаман түс көрдім, достар, ё-моё. Сәл ар жаққа барайыншы. Короче, достар, түсімде қасымда жүрген Ермұхан паразитке айналып мені жемекші болды түсімде ше. Мен көп түс көре бермейтін, бірақ мына түсім натуре жүрегімде қап қалды менің ше. Что там, Ермұхан? Бітсең болды ма? Кеттік. Сосын видео түсірсек екеуміз. Давай. Жетелдер көзіне барынша көрінбей қойшы, жүрші. Тұқалса кіріп кетейікші. Тұра тұр сен. Тұра тұр. Не қылды? Заявление жазып не істейміз? Заявление мақұл ғой. Мен ана түсімнен қорқып тұрмын, ең бірінші. Қоймасында адам өлтіргенге бәрібір де, ал көргенің одан да жаман болып тұр. Қызық адам емес. Жарайды, қойшы. Біздің склад бар еді ғой. Броня, автомат деген нәрселер бар. Білесің ба? Солар тұрма солар? Алып кеткен жоқ па ешкім? Бары жалпы, подвалда тұр ғой бәрі. Бар болса бопты. Ертең полиция анау-мынау келіп жатса, Ермұхан, мен побег кетейін деп тұрмын ғой мен примерно. Сен неше бірақ мен оны өлтірген жоқпын. Ол жетелді мен өлтірген жоқпын. Бар кетсе комнатаңа, компьютерін қосай. Тұра тұр. Может связьдарға шығып көрерміз? Сосын көреміз, барш бірінші видеомыз түсіп жаш, подписчиктерге. Ойланам, я. Все, давай. Давай. Ё-моё, так, видеомыз түсірейік, короче, қазір, ё-моё. Ұйқым қанбаған ма менің, бәрі. Ёптығыдан айтпақшы видео түсіру керек еді ғой. Қаяқтамын мен? Ёптығыдық. Анау шақта ғой мұнау. Өңім ба, түсім ба, қайта не? Айшуақ? Анау. Сен анау жетел емессің ба, не істеп жүрсің яқта? Ринат. Осы тілден үшін жауап бермейді деп ойладың ба, не? Братан, мен әдейі істеген жоқпын ғой. Мен вообще сені өлтірген жоқпын ғой, жетел. Білесің ғой сен? Сен әшін талып қалдың ғой. Мен сені қолдан өлді, білесің ба? Соның үшін жауап бересің. Брат, жоқ. Пожалуйста, керек емес, жоқ. Пожалуйста, қаш. Ёптайды, тупик қона жер. Жоқ. Ринат. Жетел, мен тиіскен жоқ. Жетел, қойшы, өтіріш, мен тиіскен жоқ. Ринат, тұр бұл. Ермұхан, сен ба? Тұр. Мен қолымда золотой яблоко мен котлет қақтанбайды. Не болды? Тұр. Далада бірдеңе болып отыр. Жүрші. Қасыма жүрші. Шынды ма, не болды? Бірінші етажға. Жоқ, мына жаққа емес. Крышаға шықсы лучше. Аналарымдыр? Жетелдер ма? Төбеге шығып барасай. Крышаға ма? Қарасай. Крышаға шығып бара. Қазір. Үшін білмеймін, бір жетелерге ұқсайтын басқаша бірдеңелер жүр. Жетелерге ұқсайтын басқа бірдеңелер жүр, қарашы. Жетелдерің өздері ғой, или? Өздері емес жаңа. Тырнақтары бар ма? Неме білемін аларын? Қастарына барып сөйлесен десем, бана шабуылдап кетіп жатыр аналар. Қойш, ё-моё. Не істейміз енді оларды? Мен бағана, короче, анау подвалдағы заттарды алып алдым, мен үстіңе киіп алшым, олар мен атсат жақтым, скорее всего. Мен маңын бәрін киіп алшым, мен. Қалай алып үлгердің? Сыртта жетелер қаптап жүрсе. Алам ғой мен, білесің ғой. Ё-моё, Ермұхан, не істейміз оларды? Ешат пен Айшуақ әлі звондамады ма саған? Хабарласпады ма, кеттік. YouTube хаусы қорабайық, қазір YouTube хаусы бәшін шарт тызамалар. Мен автоматты атамаймын ғой, қандай автомат бер қойсың маған? Ата берші. Өлтірмін. Мына братан, жетел. Біздің жетелдер мұның бәрі?
так ух еба мыналар жарылып жатыр ғой зомби басқа да басқа да ей айбайш маған біреу бір бәле шапты атанан все так все өлме жүш үйге кеттік мына сыртта может біздің жетелдер емес шығар мыналар жоқ жоқ жүш. маш біздің жетілер жетел тірімесіңдер еба мына үйдің іші толған ана паразиттер құтқар мынаны құтқар ренат кел өлтіріп жатыр олар мені сау жетелдер жоқ па еу жоқ немене бәлем мыналар паразиттер қоймайтын болды ғой ешқайсысымен сөйлесе алмай жатырмын мен ойбай бүкіл үйде мыналар точно біздің жетелдер жоқ тігідік өлем мен қазір өлтір ананы все так қарам сен уайымдама сен ешкім жоқ тігідік үйдің төбесінде де ана жетелдер жоқ жоқ өлтірейші бұған сен военкоматқа қатысасың ғой сәл бір бәле қылсайшы мен қолым мылтық ұстап білмеймін ғой болды артынан менің қасымда жүрсе сен қайдасың қайда кетіп қалдың сен жоқ тігідік все еба мен жаңа білесің ба мен жаңа түсімде не көргенімді мен екінші подряд түсімде бір бәле көрдім сіз түсің қояды жаңа анау білесің ба Делиннің офисінің алдында өлтірдік па талдырдық па бір под вопросом бір бәле болып еді ғой сол түсіме кірді анау ма который жительдер келіп саған не қылған типа шешім жоқ шығар сұраған сенен иә мор зомбилар да паразит болып кеткен ба зомбилар и так өздері мынандай еді ғой сол білмеймін ғой қамады ма точно ауылды полын тазартып шығайықшы жүрші мына жақта бар сияқты бір бәлең дауыс шығып жатыр зомби мына жақта ешкім жоқ еба мына жақта аман жетелдер бар екен ермұхан қане берке магазинге кел сау жетелдер сендерсіңдер ма еба Ринат ты не болып жатыр аяқта мына досым екеуміз қалып қалдық қой магазиннің ішінде қалғандардың бәрі паразит монстрға айналып кетті жопса есің жопса мыналарды өзіміз де білмей жатырық не болып жатқанын жетелдер сендер болмаса жүрсіңдерші бізбен бірге ютубқа қосылайық сендер де қазір паразитке айналып кетсеңдер не істейміз біз ол жақта бола берейік магазиннің ішінде далада зомбилар қаптап жүр таки бопты онда өздері көресіңдер ғой енді кеттік ермұхан аш мына жақта басқа жақта да көріп шығайық мылтықты оқтап алайық басқа жерде жоқ па точно осы мерше осындай кезде жоқ болып кетеді ауылдан байқайсың ба байқаймын сол осындай кезде кетіп қалады сол бәрін қаш тігідік мысық па немене бәлем мынау неменелер шығып кетті тігідік мыналар құттама заттарын құттама фый мына иіс құрчық көзі жопсама мына жақта бір зомби қолына автомат алып жүр қорайшы автоматты біз ғана ұстай аламыз мәсаған болды ойбай мәсаған кет зомбиларың опасный ғой жоқ тігідік все болды ютубқа ішіне кіріп кетіп жүрмесін тағы Ренат соғы айшоқ пен ершат алмады ма әлі трубканы Ренат жоқ алған жоқ мына паразиттерді емдеу үшін бізге лабораторияға бару керек қой лаборатория анау келу керек лаборатория ол судың астында ғой біздің бару керек қой соған қалай да болсын таңды күтейік ёпты ермұхан мен оғым бітіп қалды все болды өлтірдім жүрші ана ершаттың машинасы қаяққа кетті қане ершаттың машинасы тұр еді ғой соны жөндейміз ба деп едім соны жөндеп қашамыз ба деп кеттік уақыт паразиттер толмай тұрғанда лабораторияға кеттік деймін кетті онда өзен жаққа қарай бәрін емдеу керек жүр кет емдеу болғанда кімді емдейсің паразиттерді емдемейміз паразиттердің бәрін өлтіріп тастадық қой басқаларда жүр ғой қарасай мына жақта жоқ олар қалай вирус таралып кетті мен түсінбедім оларды ше кім создавать етіп жатыр осының бәрін жүр кеттік короче достар айтпақшы мен видео түсіріп жатыр екен ұмытып кетіппін ғой достар біздерде осындай жағдай болып жатыр айшоқ ершаттың қаяқта екенін білмейміз ше ермұхан екеуміз айтып жүр жасыл мен сары броня киіп алып жүрміз короче достар ана жақта біздің лабораториямыз бар ана судың астында вот соған қазір біз барамыз достар мен қазір әзірше видеоны аяқтай тұрайын менің камерамда зарядка жоқ әйтпесе